сендермен балалар? Қазір бізде қандай сабақ? Ана тілі сабақ. Сабағымызды бастамас бұрын орнымыздан тұрып амандасып алайық. Жақсы көңіл күй балалар. Güllerin естиді, ағаштар гүлдер. Қазір барлығымыз бірге осы сабақ барысында гүл теру ойынын ойнаймыз балалар. Қараңдаршы, тақтада гүлдер берілген екен. Сол гүлдердің арқасында тапсырмалар жасырынып отыр екен. Кәнеки кім қандай гүлді өзіне алады екен? Кәні тақтаға шығамыз. Шыға ғой кән, әлі кел. Таңдаймыз гүлді. Арқасында тапсырма жазылып екен. Оқи ғой. Жуан, дауысты дыбыстарды ата дейді. Иә, кәнін жуан дауысты дыбыстар. А, О. Көктемде тағы қандай ерекшеліктер болады? Құстар. Біздің сыныпқа да қараңдаршы қандай құс ұшып келіпті? Ақ көгершінді қараңдар, бізге хат алып келіпті балалар. Қалай ойлайсыңдар? Хаттың ішінде не жазылған деп ойлайсыңдар? Не жазылуы мүмкін? Ал хатты кім жіберуі мүмкін? Ендеше осы хатты не үшін жазатынын және хатты кім жібергенін анықтау үшін біз көгершіндерден хатты алайық. Ал енді осы балалар, көгершін қандай құс? Жақсы. Ақылды. Бейбітшілік сүйеді. Ал көгершіннен біз қандай хат жіберген? Бұл хат балалар ауылдағы ата әжелерінен келіпті. Сендердің амандықтарыңды, сабақтарыңды қалай оқып жүргендеріңді сұрапты. Сабақ аяқталғанда ауылға келіп, көп шалғында аунап, қонақ демалып, тауға шығып, атқа мініп, асық салып ойнағандарыңды қалайтынын жазыпты. Сендерді сағынғанын жеткізіпті. Ал балалар, біз бұлт үстіне саяхат жасадық. Ал енді бұлттан түскеннен кейін сендер ата-апаларыңды сағындыңдар ма? Олай болса, ата-апамызға хат жазайық. Ол үшін оқулықтағы 3-ші жаттығуды қараңдар. Кәне оқулығымызды ашайық, қаламсапты орнына қойып. 3-ші жаттығу қараңдар. Дияс оқышы. Атаңа тапсырмасын оқуға. Немесе әжеңе хат жаз дейді. Астына көрсетіп қойып, иә, сендерге үлгі. Үлгідегі хатты оқышы. Аман, есен, не? Бізде аманбыз.
болыңыздар. Сәуле депті, иә? Сәуле кімге жазыпты бұл жерде? Ата әжесіне. Хатты қалай жазады екен? Бірінші амандасып, одан кейін жағдайын сұрап, өзінің жағдайын айтып, тілектерін жазып, ата әжесімен қоштасып, соңына өзінің аты жөнін жазып қояды екен, иә балалар? Ал енді сендер осы Сәуле сияқты хат жаза аласыңдар ма? Иә, ендеше әрқайсымыз өзіміз ата әжемізге хатымызды жазайық. Ал қаламсапты алып, әрқайсың өз беттерінше хат жазыңдар. Кәне, бастаймыз. Ал балалар, ата әжелеріңе хат жазып болдыңдар ма? Әрине. Ал кім оқиды екен хатты? Ал Әділ оқи ғой. Амансыздар ма? Ата әже, жағдайларыңыз жақсы ма? Мен сіздерді сағындым. Сабағым жақсы, сау болыңыздар. Жақсы, керемет. Ата әжесін тағы кім оқиды? Кәні Нұрдәулет оқи ғой. Амансыздар ма? Ата әже, аман, есен, жосыздар. Не, біз де бәрі аманбыз. Сау, ағым, жақсы, сау болыңыздар. Сәлеммен. Сәлем. Жақсы, жарайсың. Тағы кім оқиды? Кәне, ал Мәдина оқи ғой. Сіздерге атақты ата мен әже, қалдарыңыз қалай? Бізде бәрі жақсы. Мен сіздерді өте сағындым. Жақында ауылға да барып қалармыз. Жағдайларыңыз жақсы ма? Өздеріңізді күтіңіздер. Сәлеммен, немереңізбен. Жақсы, керемет жазыпсыздар балалар. Ал Азатбек оқи ғой. Амансыздар ма? Ата әже, аман, есен, сіздермен біз де аманбыз. Сабағым жақсы, сау болыңыздар. Сәлеммен. Сәлеммен, Азатбек. Жарайсыңдар. Хатты өте жақсы жазыпсыңдар балалар. Ал енді балалар, біздің бүгінгі сабағымыз не туралы болды? Алғашқы хат екен, иә? Хат жазу туралы. Ал алғашқы хат жазуда сендер нені үйреніңдер? Хат жазуды. Ал балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабағымызда түсінген, түсінбегендеріңді алдарыңда тұрған бағдаршам суреттері арқылы бағалай қойыңдар. Бағдаршамның қандай түстері бар? Қызыл, сары және жасыл. Жасыл түсі сабақты жақсы меңгергендеріңді